Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін ерекше дайындалатын карусандарды пісіреміз. Бұны духовкаға емес, майға қуырып алатын боламыз. Біз ыдысымызға 100 грамм жылы суымызды құйып аламыз. 20 грамм қантымызды саламыз. Кішкене тұз салып, қанты ерігенше араластырып аламыз. Қанты ерігеннен кейін бір жұмыртқамызды салып, бір қасық ашытқымызды салып, тағы да араластырамыз. Барлығы араласқаннан соң ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Достар, дәл осыны жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Бұл әдеттегідей карусан емес, өте дәмді. Ішіне шоколад саламыз қазір. Өте ерекше дәмді болады. Балаларыңыз күнде жасап бер деп сұрайтын болады. Дәмі де өзі де ерекше. Піспей қалады деп ойламаңыздар. Піседі, өте дәмді, күшті карусандарды қуырып алатын боламыз. Бұны қуырып жасаймыз. Ал міне қамырымыз дайын. Енді 30 грамм сармайымызды ішіне салып, майы барлық жеріне араласқанша жақсылап илеп майыны араластырып аламыз. Майы толық еріп, қамырға араласып кету керек. Ал міне қамырға май араласып кетті. Енді пакетімізге салып 15 минутқа ғана қойып алатын боламыз. Кішкене демалтырып аламыз 15 минутқа. Міне арадан 15 минут уақытымыз өтті. Енді қамырымызды дәл видеодағыдай етіп жайып аламыз. Міне қамырымызды енді дәл осындай ұзын етіп жайып алатын боламыз. Ал міне жайып алды қамырымызды. Енді дәл карусандарды қалай кесеміз, сол сияқты кесіп алатын боламыз. Пышақпен дұрыс кесілмейді екен. Бауырсақ кескішпен кесіп алдым. Дәл өйстіп кесіп алдым. Ал енді ортасынан тағы да кесіп аламыз. Өте жіңішке болады. Қатты үлкен қылмаймыз, өйткені бұны майға қуырып аламыз, духовкаға салмаймыз. Сондықтан жіңішке болады. Міне енді дәл карусанды қалай ораймыз, дәл солай өйстіп орап, ұшын жақсылап жабыстырып, шығып кетпеу үшін. Үстіп барлығын орап жақсылап
карусандарды жасап аламыз. Міне мен барлығын жасап болдым. Енді карусандарды 15 минутқа бетін жауып демалтырып аламыз. Табамызға сұйық майымызды құйып, қызығаннан кейін карусандарды салып қуырып алатын боламыз. Міне қарасаңыздар, карусандар ісіп әдемі болып тұр. Енді екі беті қызарғанша бауырсақ сияқты қуырып алатын боламыз. Тез қызарып кетеді бұл, кішкене баяу отта пісіріп аламыз. Ал міне біздің карусандар пісіп шықты. Барлығын дәл осындай қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Міне карусандар дайын. Енді дәл осындай шоколадымызды пакетке салып аламыз. Пакетке салып, ұшының қайшымен кішкене кесіп аламыз. Өйткені карусандардың ішіне шоколадты салатын боламыз. Карусандар толық суу керек. Мен қатты суытқан жоқпын. Менікі әлі ыстықтай. Дәл осындай ортасынан кішкене тесіп аламыз шоколадты құюға. Барлығын дәл өйтіп кесіп алдым мен. Ал енді шоколадымызды ішіне саламыз. Міне дәл осындай шоколадымызды құйып шығамыз барлығына. Ал достар, біздің жареный карусандарымыз дайын болды. Үйде жасап көріңіздер. Өте дәмді. Іші пісті деп ойламаңыздар. Іші пісті, өте жұмсақ, воздушный. Ішінде міне шоколады бар, балалар ұнататындай. Үйде жасап беріңіздер. Балаларыңызға өте ұнайды. Видео ұнап жатса, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.